Облыста балық шаруашылығын дамытуға басымдық берілуде. Қазіргі таңда жаңадан 91 балық шаруашылығын ашу бойынша жұмыстар жүргізіліп жатыр. Нәтижесінде қосымша жұмыс орындары ашылып қана қоймай, экспортқа шығару мүмкіндігі де артпақ. Инвестициялық субсидия және жеңілдетілген несие тұрақты түрде берілген жағдайда тауарлы балық өндіру көлемі 30 000 тоннадан аспақ. Дархан Сатыбалдының төрағалығымен облыстағы балық шаруашылығы саласын дамыту бойынша жиналыс өтті. Онда облыс басшысы бұл бағытта жұмысты ширатып, экспорттық әлеуетті көтеруге басымдық беруді тапсырды. Облыста жергілікті маңызы бар 104 су айдыны бар. Бұдан бөлек 4 халықаралық маңызы бар, 4 республикалық маңызы бар кәсіпшілік мақсаттағы учаскелер бекітілген. Бүгінде тауарлы балық өсірумен 156 кәсіпкерлік мекеме айналысуда. Облыс тұрғындарын балық өнімдерімен қамтамасыз ету мақсатында 30 тоғанды балық шаруашылығы. Оның ішінде 4 кәсіпкер үй іргелік аулада ашылды. Сонымен қатар жалпы қуаттылығы жылына 15 000 тоннаны құрайтын 7 балық өңдеу зауыты жұмыс істейді. Облыста 30 жылға дейін тауарлы балық өндіру көлемін 20 000 тоннаға жеткізу тапсырылған. Бүгінгі таңда тауарлы балық өндіретін балық субъекттерінің саны 156 кәсіпкерлік субъектіге айланысуда. Жалпы жылма-жыл бекітілген кесте бар, жоспар орындалып келеді. 21 жылы 5700 тонна жоспар, 22 жылы 6100, бүгін 23 жылға 6600 жарты жылдық жоспарды орындадық. Жалпы саланың дамыту мемлекеттік қолдауларын көзделгеніне байланысты аква өсіру, яғни 23 жылы жергілікті бюджеттен 1 миллиард теңге бөліну жоспарланған болатын, соның 500 миллион теңгесі бөлініп, бүгінгі таңда 31 шаруа қожалықтары толығымен игеріліп алды. Инвестициялық салымдарды субсидиялауға республикалық бюджеттен 226 миллион теңге қарастырылған. Облыс басшысы жылдық көрсеткішті ұлғайту үшін қажетті шараларды қолға алуды тапсырды. Қазір қанша біз шығарып отырмыз? 6200 ба? 6200 бүгінгі таңда жоспарымыз. Хорошо, биыл жылдың соңына дейін қанша шығарамыз? 7000-ға жетеміз деп отырмыз біз. 7000-ға? Иә. Жылма-жыл екі есеге орындаймыз. 10.000-ға көтере аламыз ба ендігі жыл? Иә. Қалайынан? Алдымыздағы 3 жылдың ішінде 12 000, 11 000-ға жеткізе аламыз. Жоқ, бір жылда? Жылда 2000 тонна жоспарлап отырмыз, 1,5-2 мың тонна. Не істеу керек одан көп жасау үшін? Жаңағы шаруалардың сұраныстарыңыз кредитті. Сіз соның бәрін жазып берсеңізші, мына слайдта берген кезде, мына сізде қазіргі жағдайыңыз мынандай, мына меже, мына ендігі жылға 10 000 бір жылда көтеру. Оған қандай жағдайда біз жете аламыз? Жиында мұнан өзге аудан қалаларда қатты тұрмыстық қалдықтар полигонын ретке келтіру бойынша тапсырманың орындалу барысы баяндалды. Облыста 159 қатты тұрмыстық қалдықтар тастайтын полигон бар. Олардың басым бөлігі санитарлық талаптарға сәйкес келмейді. Осыған орай қоқыс алаңдарын салу бойынша іс-шара жоспары бекітілген. Облыста 159 тұрмыстық қалдық полигон болатын болса, соның 95-і бүгінгі таңда, былтыр 90 еді, биыл 95-і талапқа сай еместігі, бірінші слайдта. Талапқа сай емес. Сонымен қатар осыған байланысты полигондан талапқа сәйкестігін мақсатында жобалық сметалық құжаттарын дайындап жатырмыз, әрине енді аудандар өз несімен. Қаржы үлкен, бұл бойынша бірақ сумма үлкен болғанда байланысты біз жоспарға сәйкес 27 проект жасалған, 7 полигон, Созақта 5-еу, Арыста 2-еу, жалпы 1,5 миллиардтан астам қаржы. Облыс бюджет бұл бойынша енді қаржының тапшылығына байланысты біз түсіндіріп айтып жатырмыз. Негізгі біздің ұсынысымыз келешекте бұл полигондарды әр полигонға қаржы сұрамастан, хотя бы әр ауданда бір оптимизация жасап, 15 полигоннан бар средний бір ауданда. Соны бір 5-6 қылып та, соған ғана қаржы сұраса да, 4-5 ауыл бір жерге төгеді. Сода әр қаржылай да ақтайды, инвестор да келеді. Сол бойынша алыс бұл. Енді тиімділігін санау керек қой. Тиімділігін санағанда біз кәсіпкерлерді есептеп шақырып кездестіріп жатырмыз аудандармен біргелесіп жұмыс істеп. Бірақ кәсіпкерлердің негізгі полигонның тоннажы көп жерге цех қояды да, аз жеріне қойғысы келмейді. Әр полигонға біреу қоймайды ғой, өздері кредит алған кезде. Сол жағынан да бір жалпы аудандар өз жағының территорияны ақылдасып көрсе. Дархан Сатыбалды бұл бағыттағы жұмыстарды күшейтуді тапсырды. Әр ауданның тазалығына әкімдердің тікелей жауапты екенін қадап айтқан аймақ басшысы әр саналы азаматтың өзі тұратын аумақтың таза болуы үшін үлес қосуы керектігіне тоқталды. Күл қоқыс бойынша бағана көрсеткен біраз тазаланған екен, 191 ма. Қалған барын аудан әкімдер тазаланыстар. Солар тазаланыстар, сіз бақылап баяндап отырыңыз, нелерде аппарат жиналыстарда, тазаланбады деп.
сосын экология департаменті мен аудан әкім, қаланың әкімдерімен сіздер бір маған шешім беріңіздерші, тарифін, сосын қандай мекемелер бар, қандай ұсыныс береміз сосын ретке келтіру бойынша. Қатты тұрмыстық қалдықтарды қайта өңдеу, сұрыптау мәселесімен облыста небәрі 4 мекеме айналысады. Бейберекет қоқыс орындарына жүргізілген ғарыштық түсірілім облыста өткен жылы 408 заңсыз қоқыс орнын анықтаған. Олар толық тазаланса, биыл қайта 358 нүкте анықталып отыр. Қазірде тазалау жұмыстарының жартысынан астамы жүргізілді. Арайлым Әпсағат, Бекзат Миятбек, Айғақ қоғамдық телеарнасының жаңалықтар қызметі.